Assalamualaikum ya құрметті көрермендерім, қалайсыздар? Бүгін біздің индеоткаларымыз көрініп тұр ма сіздерге? Қаздар. Қаздар. Іш балдасымен жүріп, бесеуін ажанан қоршап кәдімгідей. Кеше бір көрерменім айтқан екен, индеоткаларыңа жіберіңізші деп. Міне біздің индеоткалар. Әлі индеоткалар. Енді осыларын сіздерге жұмыртқасын көрсететін боламын қазір. Көп сұрайды, қандай порода дейді, біреулер ондай порода жоқ дейді. Енді мен білмеймін. Менде биыл бағып отқан тек қана міне жұмыртқасы. Тауықтыкіндей, сырттары кішкене ақшылдау. Өткенде басқаша болды, цветтері өзгере бере ме, өрдеме екен. Мінекей көлемдері. Осылай мен. Мен қаз дүниесіне әкеп қойдым. Бір қазым басқысы келіп жүр, өзінің жұмыртқасының бәрі жоқ. Жеп қойдық, тумай қалды. Қайта-қайта ана индеоткалардың ұясына барып жатып алай береді. Сол себепті жұмыртқаны өзінің ұясына әкеп қойдық. Кешкісін жататын болса, жайлап-жайлап үйреніп кетеді, басып. Так. Сосын бір көрерменім айтқан екен, қоянның еркек ұрғашысын қалай айырады деп. Мен де айырып білмеймін. Бірақ енді шама келгенше сіздермен видео түсіріп бөлісетін болайық. Көрейік. Айыра аламыз, айыра алмаймыз. Сіздерге қазір көрсетемін. Сіздер ары қаратай еркек мына ұрғашы деп комментария жазып кетіңіздер. Мына көжектері қарайтын боламыз қазір. Так, видеоны осылай қоямыз. Бізде потому что мынандай не сол. Мына бізде бір айлықтан кеткен қоян. Сіздерге қазір көрсететін боламын. Қазір. Мына жерін осылай басып қарайсыздар. Мына. Осылай тұр. Мына еркек бар ұрғашыма. Менің ойымша еркек сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мына еркек ба? Ұрғашыма. Мінекей. Айтып жүріңіздер, шығып тұр. Еркек болса еркек, ұрғаш болса ұрғаш келеді. Так, мен сіздерге қазір қара қоянды көрсетейін. Өзі жалғыз қара қоян, ішіндегі әдемі. Осының біреуі бар, тағы ода туады, бұйыртса. Мінекей. Мен жалпы негізі қараған болады, бірақ сіздерге тағы көрсетке дейін. Міне. Құттай шығып тұр тек. Сізге көрініп отыр ма? Құттай шығып тұр тек. Осылай барлықына қояндардың барлығын бір-бірлі көрсетпей қойын. Қояндар түгел осының барлығы. Солай болып тұр, солай көрініп тұр. Бәрі секіріп тек шыққысы келіп тұр бәрі далаға. Кеше бір қой, бір ананың ішінде тұрған қоянның бесеуі туды ғой. Телефон бағыды. Бесеуі туды. Олардың барлығы мен жем беріп атам, мына жерге шығып не істеп атам. Сонда мына астарынан шығып, менің қасыма келіп, артымнан қалмайтын еді. Мен жоқта шығып кетіп өліп қалған. Калифорнийский қояндар мына. Мына что-то неге секірмейді, ұрғашыға әлі білмеймін. Бұйыртса енді секіреттен ойдамын. Сатып жатырмын қояндарымды. Қаздарды сатып жатырмын. Алатын адамдар болса хабарласыңыздар. Индеоткаларды сатып жатырмын. Түгел барлығын сатып жіберіп. Басқа бірдеме алам ба деп едім. Басқа бірдеме айналысып көрем ба деп. Индеотка сатып жатырмын. Сол себепті алатын болсаңыздар, Орал қаласына сатам. Доставка тек қана Орал қаласына дейін. Басқа жақтарға доставка жоқ. Өздеріңіз салып жіберетін машина тапсаңыздар, мен салып жіберемін мен жақтан. Алатын адам болса, қызықтырып отса хабарласыңыздар. Келесі видеода көріскенше біздің видеомыздың барлығын
толығырақ секіртпей қарасаңыздар өте жақсы болады деген ойдамыз. Видео ұнаса лайк, комментарий міндетті түрде қалдырып кетіңіздер.